Сәлем достар, бүгін осындай керемет балаларға қанын көбейтетін, гемоглобинін көбейтетін, яғни пайдалы салат дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай жасасаңыздар, балдарыңыз қызылшаны жейтін болады. Осылай піскен қызылшамызды үккіштен өткізіп аламыз және үстіне йогурт қоямыз. Қаймақ салсаңыз да болады. Негізі йогуртпенен өте дәмді болады екен. Менің балдарым жақсы көріп жеді, бұрын қызылша жемейтін еді. Осылай йогурт салдым ішіне. Содан соң үккіштен өткізілген піскен сары сәбізімізді саламыз және оның үстіне тағы да осылай йогуртымызды саламыз. 2 қасықтай, 2,5 қасықтай салсаңыздар болады. Содан соң алмамызды саламыз, үккіштен өткізілген. Содан соң жаңғағымызды саламыз. Оны да турап немесе блендерден өткізіп салсаңыздар болады. Осылай барлығын салып, рулет тәрізді қылып, екі жағынан қысып орап аламыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де осылай жасап, балапандарыңыздың иммунитетін көтерсеңіздер болады. Бұлай орамай, жаңағыдай тарелкаге дөңгелек қылып бір-бірінің үстіне қойып істесеңіздер де болады. Мінекей осылай сәндедім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және балаларыңызды осындай ауру сырқаудың кезінде иммунитетін көтеруге көмектесіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Тағы да көп рецепттер болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, подписация басып, және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларым